қарады атаңның күрдүнүйе жеңе келсең ай жүректің қаталып алты күллік аталып арасанаға маталып ошу күзді қарасаң жерден барын чалдыле жетай жүріп алдыле адыр бел ашып қодымдың ұлы қарады момынжан сындың ердештеп ошу кезден айла кер дарыгер туған момынжан мұнна мұндай шердестеп индастан жолғы барды еле мұндан таппай қатаған дүние андан ар жалдыле жетқайдың жолын чалдыле жетай жүріп алдыле Арабистан Иранға мұндан өтіп бардыле байқашы қылған ішін ай қыран туған қыз талақ түк атасы құтуби құт қолды нұр жуби түрі болған маннастың қырық жылден қолды алғанда жанына құтубидің алғанда авадан жылдыз қозғошып айкөл маннас түрігі ошу кезде дос болғын ұқымынан тұқымы ұшың арғын қырғызға келіп адам ел болғын ошу кезде қара бел атаған дүние мұндан ашып қараса қайғыдан дүрбе салдыле кең бағдаттың бойынан ұжынды қарап отырса адаңдың көріп момынжан ұшу жерден тап деме тапқан берде кірділе күзі жүзі тұрып тұр пілбіргені бар екен жүргені бар екен байқап тұрсаң бағдатта жайнап жатқан сақшысы кіргізбей тарды баланы ұшу кезде қарады қылған ішін қарағын аттан түсіп өзі де жесөзін білбей тарапша сөйлеп тұрды қырғызша екі бор қолында қатын сұрып бұрыннан емен алып шығарып ошондан рұқсат сұрап тұрғанда мұнда ішті қылғанда қолымдағы добылбас қайран батыр семметей алдан емне болот деп көңіл бұрып кеңедей қайран жеңген ай жүрек жолға барсаң білгін деп жолыңа қал жүргін деп сенен жеңген ай жүрек дұшманға салып көктімек ұша таластан бер тартқанда ұшы тұрған қияздың жанында жүрген жолдошын ұжынды басын жар жапқанда бекпек киттеп қауыштап қайран жеңген ай жүрек алла шыққан емес пе дуылдастың ұрғанда сүйме түйден дуылбас кең бағдаттың ішінде күркірап ментеп тұрғанда атаған дүние мұңы сонда момынжан тақта тұрған қайран жан көңілі жам бөлініп қызу талақ дүние қараң қырғыз баласы қайдан келіп қалды деп сүйме түйден дуылбас үнне чуып алды деп намырын назыр берді деп өтіған дүние жығындаған қол кең талас қасиетті шерманаз шерінен келген дуылбас кімесе келіп қалды деп сақшысына ошондо сақшы қойды жіберіп сақшы қойған дүмеле ошо кезде қарасаң қатын болып бүгіліп момынжандың алдына жеткен екен түйіліп кімбелдің ұрсылға барды добылбас қайдан шықты деп мұнда кептен ұқтым деп ұршу кезден қаролчу қатын болып бүгіліп айланайын түрім деп жұңды азыр бірім деп екі күнде болды деп ат ойнатты өзді де мояқта тұрат бір жігіт байқап тұрсам қарады оңдалысы кең екен ұрытымыздар ел екен солдалысы кең екен ұшу тұрған балаңыз ұшу тұрған арабтың четін бұздар ер екен кіргізбей тұрам деп айты 11 олып бұл бала екі күн кетпей қойды деп айты намірде мұн
дай бері демей hazır алып келді де айта бұйта дейже ашып көзді жұмғыча мында шонды қарасың момынжан тұрған алтын тақтың жанына көрдің мің атта қыз толақ қара дөң жетіліп қара жерді төтіліп құлымды ұлды қара дөң ерчетіп өтіғын түнніе данда далайсақ телшетіп ұлдында тұрған түрігі алып кереді жаңыдан өміні жындыға ұлам өмінжан жындыға ұлам ұзылайман келсе тұрбаған ұсынған бұтын диваған ұшаған келсе тұрбаған ұсынған бұтын диваған қара дөң тұрғанда қара дөңні көргенде қайран қырғыз елінен келген ұлды көргенде тұра қалды тағынан ұрын берді жаңыдан ұшу кезде қыздалақ ұрын берді жаныдан тағана дүние өдіңнің көрі қарады сақ саламат барсың бі салымдың салым алейкум сандырғалы жансың бе айланайым момынжан аяз жатам момынжан кең таластан шыққаным жеті ай күнге толды деп бошу есігіңде тұрғаным жеті күні болды деп қабыл албай қойдың деп қасиеттім манастың ордосынан шықтым деп айта тұрған сөзім бар қане кейбірге ай жүрек берген кебі бар құлымда мұндай ебі бар айта тұрған кебім бар деп ошентіп қарады қолымдағы қатын ошонда сұнып қана қалғанда қарады қолғон алғанда ошоңа тағана дүние ұшу тұрған ай жүрек елге салған көкдүмек ағынған қызы бейталай ай жүрек жайын сұрасаң өзі бала жетелек башында жасы кеселек аққұн қандың өзіне перизада бейталай жолдан келген емес пи қызы болған ақұндың келіні болған манастың атағана дүние қиыны шыққан таластың перизада бейталай айды қарай бергенде айды бұлут алғандай күнді қарай бергенде күнді бұлут алғандай көрбегенді рапыртып айта бере тарғандай бірінің жайым беле ұқсаң менден оқ аңған қызы бейталай жылқы мінсе ұл күн сөз сөйлесе бұл күн жылы болған қашқа күн жақтың қашқа күн ошо кезде бейталай алтын сапты қалем сап жаңа кен қылғың алыптыр тұрған момынжанға жазыптыр күміс сапты қалем сап қайранбай құс бейталай шындап қол алыптыр алтындан қылған сияға келістірем алыптыр көзінің жас ұяла мындай жазып салыптыр айланайым момынжан өзіңен шыққан өрт жаман тәған дүние өзіге шыққандар жаман қамардың ұл қаншоро қашығып бізге бұл чоро досың семедей жайлады кергүлікті байлады гүл чороны жайлады алтын гүл байлады өзің қандың жалғызы алмамбеттен тұқымы шайғолдығын гүл чору қармап алып ит қылды кешірін кешіп салды деп мұндай ішті қылды деп өзің келіп бермесің қош қолдығын дос елің язада жан елің да кер қылып бермесің шайғолдығын чоруға үпі деген бір дары апы деген бір дары қытайдың қызыл дарысын қалмақтың қара дарысын айланайым момынжан бала келген барысын шайғолдығын гүл чору қиязға бүгін құл болды жаман мүшкіл іс болды тамы мұрап жер болды қарыңғыр қыз барысы жер шатырап қыз талақ күңіл құрап жұртын құрап момын тип жаман мүшкіл іс болды ай көл мана сөлгендей тәғана дүние қайраңғыр қыз талақ мұндай мүшкіл көргендей башына мүшкіл түсті деп айланайын момынжан алтай сені күттермін алтайға чейін күттермін алтай сені күттермін айланайын аяшым жетайға сейін келбесең жаным шығып өтермін деп ошентип айталай мұндай қаттың алғанда момынжан илап ушунду атаңдын күрү дүнүйү досуң ким
жан көзінің жасы төгіліп байтөрек сулап қалды семетейден қызалақ айрылып мен деп қалдым арғын қырғыз қайран елдің емне болды деп дүниеге белгілі жылғынды ең қол ең талас қан нұры досын таласа халқың емне болды деп қасиетті манастым осы жалпың емне болды деп дұл болсын бір ұрып анамына дегенше açıp gözlerim kança hatarıp mol жүріп алды айт қол бой жол жүріп жұртарытып мол жүріп жет ай бол бой жол жүріп азықтың барын азышып ара жерде басышып саррадырма куінген белдің ашып сашышып сашып ат тоқып ат тоқып сават тоқып тоқтамай жүріп кел атады алдындағы айғыры қой ұшқаны тақыр жоқ ағақың ерден басына қамшыменен шапқылап ошондон отобой келіп баратады атағана дүние алтайға күні толғондо айсеби болғондо ошондон аяшат мұмындан дүрбіні қол алделе санап жатқан ұқтырын оң жөнтөктің сол жөнтөк емі санап бүттіптір мұмынжан күн түттіптір ажырөкүн күн болып ай аспан түн болып қайқыға чық бара деме қолында жоңдырбы байтомара жалшқауы бар кавардан қылсауы бар түйі жақ индаздан жасап алған чағы бар бұрамасын немересең айнектер чағылып алты күн жолдорды рамжыбой бұдадым тартып ал жұттабы бар бұрып жібересең жеті күн жолдорды жататын бой бұттардым арған бой бұдадым алыңа тартып ал жұттабы бар қайран кеш момынжан салып тұр чағы бар қайғыға чық бар деле атаған дүние қайран қырғыз бізден ел шетіне келіп қалғанын неме білді момынжан атағана дүние жетігерден жеті су жет айрылып кіріптір өсінен үйір жүріптір жүзде қарасаң қайынға туған құстары қамынып қалған құстары өтіріге туған құстары темнеп қалған құстары таласында қары бар тол үстінде қары бар жан-жаны бар қайран қырғыз біздің ел шетінен көріп байқады ошондо башын жайқады бозорып түтін көрінеді жатыр безге көрінеді жатырды қараса байқап мен санаса оңдалысы оң екен үрөту бұзған өр екен солдалысы соң екен солыңды бұзған ер екен түп қаттасы чылаван тұқтымы шырға туған ұшыны өз атасы солуы солуының тұқымы соғышға туған ұшыны ғазиз хандың жалғызы шай қолды гүл чорро жүрек киген ақ тоңды баса киіп алыптыр алыстан байқап көрделе сорды болған чорроның осындың ойнап жатқан ошоның жанындағы сейтекті оңдалы сүйген ошо өрөтің қалған ер ошо ер сеймеңдің жалғызы қарап тұрсаң қыз талақ қара құстай тыңнардай кигіп қойған чынардай басқан жерің құрасаң қайран қырғыз баласы азыр салып үйчүдей семетейдің өзіндей атағана дүние айың менен күніңдің ширесінен бүткендей алтын менен күміштің бірезінен күткендей қағалап басып бәленеп қарағасында қарынып мұнда жонда сейтегің бұра тартып меріп алдындағы құлғырың тартып жіберіп қайғыдан шыға бергенде мұнда жонда момынжан илабиде қыз талақ
атаңның көрі дүние қанша қызық болса да атасың өлсе баласы артында қалса жақсы деп не берсеген чоңдыра ошо була қалса деп ойлап не берсеген батырдан уже сейтегіңді бір чунақ туя қалса деп ойлап арғынды қырғыз бізден ел оңой елден ешеби ушу тұрған елдіңе қололы ғана қорғын чебекен ұжы сеп-семе дейдің сейтеге бозала тұйғым болпоңым бозғара чық жолпомным түгінен қалған тұяғым туғазан чунағым қалың қырғыз еліне келдір сенен нұбағың бұрына қармап бұржыттап семімден қалған жалғыз деп бұрқырап мұмынан қармап алып құржыттап ұшу кезде миласа қайыңел талилап қалайғыл қалқилап менсей бейлап атаған дүние мақұлықтың барилап қараған жұрттың барилап атаған дүние сашырғол қарилап илаған барысы өз қаппасын жебейлап тағы жөндеп тұрғанда атана дүние мұны жөнді қарасаң сайғылды көңіл жора ошо кезде шықтелі алтын чатыр үстінен еми басып кел атат қарап тұрсаң чұрыну өтөгіні дүние жүзін қарап байқасаң ақай көзі көрінген мағдай беті бөлінген оңдалысы төгілген оңдалындан қыздалақ қызылғаны құйылған мұны көрген момынжан өмір аққан жас өмір өңілді құйылып құшақтап илап сұйылып айланайын менің гүл чорым емне болды саға деп екі керең ошында жеті ердің жонында жеті сұнын ойындаңа таңның ғана көрудейінді құшақтасып көрісіп күрең қара берең өбісіп көзінен жасы қоршор қолап ханым мұның айтышып айта төшіп қайтышып мұны жонды гүл чорро жаратын açып көрдеме мұмын жандай дарикер аябай көңіл бірдеме қарап тұрсаң ошондо екі далы кечири екі жақтан кесілген атаңның көрі дүние екі құлат қары қол көтерілбей қалыптыр екі индім барысы шыдай болып қысталақ шыпа түсіп қолына тақыр болбай қалыптыр қарату көздің алағардай қайран көз ала салып гүл чорро ушу бүгін келбесе өлер жолды қалыптыр мұны көріп момынжан әтәңнің көрі дүние қытайдың қызыл дарысын жана сала қойдылы үпі деген бір дары мұны сала қойдылы ойлып тұрған жеріне ұзын түтті қалдырып екі қанат қаролчу алып келіп қойдырып сорып жіберіп içindегі даратын тағушынтып шиміріп жағын көзге жіберіп атағана дүние сыртынан көзін салдылы қараса кечір далы жоқ атағана дүние ұшып тұрған гүл чорро бүгін ала тұрған айры жоқ ұшып тұрған қиязға бара тұрған дарман жоқ қасиетті қырғызды ажыратып гүл чорро ала тұрған алы жоқ аны көріп момынжан қайғы басып ақ үні дана жатып ойланып ертеңменен болғанда ерте тұрып алдылы қара жердің сыдырым қаңилап ұшындо қарағай башы тывырап бесікте бала қывырап жан-жаны бар жаңыдан эми ойланып мақұлық эми шықса қывырап ұшындо көңіл бірдәлі әтәғана дүние қарай қарсаң ошондо мыныстан қалған ақтайған ақ дөбетті көрдеми дөбетін дайын сұрасаң өтіні дүние бұқардан ары тартқанда бұқарды көзді басқанда атаған дүние айкөлман барында айкөлман стағында қырық жүріс жанында қылғылдап қол баратса қасиет қамбақай көкшолық қойғылап жарап тұрған кезінде жалдығыз көк жорық басып тұрған кезінде қарабай кеміріп күнде жатып семіріп манастап сапсаң еліріп атаңның бір көкшолық атаған дүние алтын тақ болот мұқ тағасын қойдырып мұнамен деп шай қолдып атаңның бір тағылан қаластан жүргенде тастан бер тартқанда байдың ұл қамбақай гүл шолып алғанда ошондо жол жалғанда қол башын
күчүк кайыптан буга кабылган касиеттүү бу күчүк ак тайган деп аталган каманастын ак дөбөт атын дөбөт дебесең иттөрөсү кумайыктын баласы жаткан экен далдайып аза күтүп алыптыр семетей өлүп калганда кайып болуп семетей мындай кызык болгондо 12 жылдан бери жака жаткан экен көкдөбөт көргөндө ошо кезде кыз толо көзүн сала койду эле ушул кезде момунжан баса калып дөбөттү ошо жерден сойду эле оңдалысын алды эле ойрон дөбөт эмесин солдалысын алды эле ушул турган чоррого келиштере салды эле келип салып алды эле атагана түнүгө кайра соруп дартына 6 күнү кыз талак аябай дары салды эле апы деген дарыны Индастандан алдырган үпү деген дарыны Ирестандан алдырган келишимдүү дарыгер тагы ушундай салдырган үзүндө жобу калдырган кели тобу булугу тартып койсоң алдырган атагана түнүгө көбүтөгүн көрүп келген кичи жок жармытөгүн жезанда болгон кичи жок атаңдын көрүү дүнүгө көйтү менен иши жок тагы ушундай болуптур ушул кезде кыз талак 2 далы кыз талак кадимкидей болуптур 7-чи күнү болгондо эми басып келди момунжан атагана түнүгө угул чурууну карасаң жара теминтип жабылып кайптан акыл табылып чоңдары кермамынжан атагана түнүгө жаркырап басып келди эле анда сейтекке батат айланайын алаке мунуку күчүң кандай деп атагана түнүгө 6 сор безинди алып турган кезиңде 7 сор безинде сурап турган кезиңде алакеган коңурбай атаңдын көрүү чоң калча кызы толак чоң калча сайып турган кезиңде сенин күчүң кандай деп айланайын абаке айта койчу мага деп мына ошондо кеп айтат шайкылдаган чоросу эми мындай кеп айтканда деп айтат айланайын сейтегим маңдайында бар кегим бузула туйгун болпоңум буз каршыга чолпонум адандан калган тындарым касиеттүү кыргызга сенин келер урбагың менин айтсам күчүмдө менин күчүм бар эле ушу турган сыр жебе 90 жерге койгондо 9 кабат батманды ошо жерге койгондо 9 токоч кыз талак оюп кеткен чагы бар тарсам жебе саны бар 6 турган сыр жебе алып келчи мага деп калп айтпагын дебегин тартып көрөм жебени деп ошентип агасы мындай кепти кылганда ана мында дегенче ачып көздү жумганча айланайын абаке элдин көзү тийбесин журттун көзү тийбесин журтту ичинде жаман бар айта жүргөн каман бар айланайын абаке 70 жерге коёюн 7 турган чакырым оюп керчи муну жеп 7 току чалдырып 7 суунун четине жердин баарын чалдырып Сметейдин жалгызы атагана түнүгө кайран кыргыз элинин эстей коюп бир ыйлап сарадырмак күйүнген эригелеп бир ыйлап кеңилүү талас кайран жердин эстеп жан кыйнап толготу бенем тууду деп ай жүрөктү бир эстеп аның эстеп ошондо көңүлү жаман бөлүнүп кайран кыргыз биздин эл канчоронун алдында алдаң эмне болду деп качан жетип барсам деп кызуу толок чоронун башын кесип алсам деп канжыгага салсам деп мазабуран салсам деп муну ойлонуп сейтегиң атагана түнүгө эпеңдетип ошондо ата алдындагы кылгырың отугуну түнүгө жардыгыба кайран шер кала берсең ошондо күлүшүмдө кылгырың андай оозуң ачылып кан аралаш көбүк омурого чачылып ана мында дегенче кантип көздү жумганча каңгыяздын ордого эмиң алып келдиң ошого ошол жерде батмандын кара тобул токочтун 9-унан алды эле 7-ни санап салды эле оң капчыкка салды эле 7-ни санап алды эле сол капчыкка салды эле айта буйта дегиче ачып көздү жумгунча 7 сунун аяка 7 сакын аяка азына аяк сундуруп мызын кошо тундуруп алдындагы абага эми келип сундуруп айланайын абаке касиеттүү манастын жолу болот ушу деп бериштелүү манастын
иғол болатушу деп оңайланайын абаке батағыла қойылу деп ошондо сейтегин батағыла койгондо атагана дүния мына ошондо күлчөрө кымызга көнү тойгондо кымызга курсак тойду эле ушу турган жети батман этинен жеңи турган бетинен тегерек токуш четинен эмос тие койду эле эмиңилип койгонмун деп жолу болот ушунун касиеттүү токоч колу болот ушунун касиеттүү манастын колу болот ушу деп периштелүү манастын жолу болот ушу деп айгүл манас колдо деп ошондо жети гана чакырым эмиң артып гана барды эле колунда кызыл жебе эми колгоң алды эле кайран балаң ошондо киричин тартып белеңдеп эми тартып белеңдеп боюма келип калганбы илгери кийдей болдумбу оңдалым эми келдиби ордуна келип калдыбы солдалым эми келдиби солондуу зар бул кезек колума келип калдыбы колдарсын билейин кол кубатын күрейин иштарысын билейин ийиң кубат кирейин андан кийин мен оздум жүйдү кирдим кыязга агыштын улуу кыязга жалгыз өзүм кирейин деп ошентип кайран шер эми тартып жебесиң кайра тартып карасаң атагана дүнүйө шайылдаган чорону кайып таргалдап алып дүнүйө күйгүн жумаң күздөнүп малган буда жүзөнүп касиеттүү кайран шер кошогон кошакмат кошо турат жанында жылаңач кыз айдаре о минип алып мойнуна айкөл манас атасы оң жак сеңирден колдоп турат чорону каалаган иманы калган жыйганы бийлеген иманы бесинде кал жыйганы карадин нак болгон келмеге тил так болгон азызган жалгыз ата кез алмамбет сол жак сеңирде колдоп тур баланы барбай жот коркуткан кичпей сот толкуткан атага дүние алышып адамдын ал жетпеген көк аласын жетпеген атага дүние ак балтай чубагы арзанту чунагы аяшат болучу будагул алып бир карагыр сыргагы дүниесин жол тапкан касиет кыргагы эзелдегир жоголбойт ушу турган манасы өлүп кетсе кыздалак ордунда кылчы баласы агынын баласы касиеттүү сыргагы кабарында бар беле кайраңгы тайгыргагы улакан сыргагы будагыл алыптыр ошону көр гүлжара көңүлдөн алыптыр көзүнөн жаш төгүлүп этеген дүние касиеттүү манастын колу кол мени деп бириштел айкөлдүн жолу кол мени деп кырга чыгып барды эле ошол кезде кыздалак сыр жебет колго алып эң ошондо гүлчөрө гана тартып калды эми күчүн көргөн чоронун андан мындан дегиче тартып калды жебенин угушу булдап ужу турган токочту жетим батман токочту жетип кайып өттү эле андан алыс кетти эле муну ошондо кабылан разы болуп турганда сейтегин кеп тең урганда манас дабыран жакырып кайыптан акыл табылып бабедин деп бабедин айланайын алакем айланайын абакем журкап барып сейтегин тоодой болгон гүлүстү көтөрүп жерген алды эми жаш бала жа көтөрүп кучактап ыйлап калды эми бетинен балаң өпкүлөп урушуп турган кең талас жолу болот турбайбы кайран кыргыз биздин эл ушу ордуна келет турбайбы кайың ыйлап турганда кайра мындай кылганда 9 батман ошондо келип туруп токочту 90 жерге чакырым кайра барып орнотуп коюп койчу балам деп дагы көңүл салам деп муну ошондо гүлчөрө сайгылдаган бу чөөрө үйдө жүрсө бир чөөрө жолго чыкса миң чөөрө кайран бала кабылан кайра барып тартканда киричин салганда жыр жебе колго алганда көргөндө арманда көрбөгөндө арманда гүлчөрө
тарытып қалғанда 9 батман тоқошты 90 жерге шақырым дегенде ошондо жанын оғы салақ жадай ұшып сырқырап жетіп барып зырқырап ошондо 9 батман тоқоштың ошо тесіп қанақ едіңін құрап эми күчүм келди деп оңдалым келди ордуна солдалым келди ордуна атаңдын көрүрүдүн агыштын улуу язга колсалар малым болду деп кайран кыргыз аргын эл көчүрөр малым болду деп малым тобу ык болду азамат жатып бук болду колсалары кезим келди деп атаңдын көрүң агышка өч алары кезим келди деп шайголду көңүл чорро мына ошо кезинде жетесең гана сайдын боюнда кайран гана бара гүл чору ак чубаң ак манат кайран жеңген каныкей кыштын күнү тыштаган көк чуба көк манат көк жаленен каныкей күн батарда тыштаган угу кайың тунугу мынакей кыргыз улугу дөбөгөң үйдү тиктеле ошо кезде карасаң угунна сен тийсең уландар жаңын чыккан керегеге сен тийсең келиндер чеңин чуккан ишини киши сүйлөсөң өзүнөн ыңырдаган жомокчу сыңырдаган келишимди чоңорду эми тигип сал деле ошондо каш көргөн Амадас батыр катыгына той берип калды